иду налево. Да, я постою. А ты куда? Не ходи там. Рашистлер Кутлеви шекілді Запорижияны уджым етті. Сабадан шерде сиреналар яңғырады бұвақы деваманда 7 ракета мескеневлерге урды. Вилайет елбашчысы Владимир Старух хабер еткенне көре, ешғалжылер С-300 ракетанен уджым еткен. Шымдылық 4 инсан елі қолғаны белі. Бір қадынны әжілі ярдым машинасында құртарып олдылар. 12 инсан зарар көрді. Епісі фарқлы алда хастаханеде бұлына. Бір чоқ инсан эвверанелер алтында қалмақта. 21 ерлі сакинні құртарыжылар чықарып болды. Ворог тероризує мирне населення. Ми будемо триматися, допомагати один одному, все одно переможемо, все буде Україна. Құрбанларының сайысы да чоқ ола біле. Запорижье матбуат васталары қайдеткеніне көре биналарынан бірінші қатларында олған сакинлер құртарылып олған. Уджымлер нетижесінде подъездлер виран олып, коммуникациялар зарар көрген. Я бег, конечно, кончил. Потому что, да, похоже, полдома накрылось. И, скорее всего, не будет теперь отопления, потому что вон трубы висят. Харьковте ишгалжелерінің ұжымыне ұғырады. Шер шахид адына ташыған дрон камикадзаларыле ұжым етілді. Руслар оны герань деп адландыра. Шерінің критик инфраструктурасы қысманен виран олған. Мескен олмаған биналарда зарар көрді. Үч инсан яраланған. Дайқы ракетанен ишгалжелер Хмельницкий вилаетіні ұжым етті. Ама ичбір белгіленген нишанларыны ұрып олмадылар. Рашистлер Донецк вилаетінде Украин ұжымыне қаршылық көстермек үшін илерлемеге тұрышалар. Бахмут ве Авдеевка жибарында ең кергін вазиеттір. Баштапта қайдеткенлеріне көре душман бутон Донецк вилаетіні запт етмеген тұла. Ама сефер Украины майжелерінің қаршылығына ұғырай. Украина майжелері илерлегенінен, Рус ишгалжелерінен берабер, оларынен ишбірлік япқан Украина ватандашлары да қача. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення 3 автобусів прихильників окупантів. Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних компаній з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим планують евакуюватися назад на півострів. Украина и майджелері рашистлеріні женюпте құва. Кеченлері президент Херсон вилаетінде да Учкове қасаба азат етілгеніні хабер етті. Анда кенеде Украин байрағы елпірей. Украин арбелері елерлегені вақыт ел бойы әсірлеріні алып, руслар қалдырып қачқан техника веселяны топлай. Арбелер оларға бияс байрақнен ишгалжелерінің пиадеджі аскерлерінің машинасында уч арби келіп теслим олғанны видеоға чекті. Анда уч арби чықып, Украина майджелерінің өмірлеріні еріне кетіріп теслим олдылар. Sonra белі олғанна көре ишгалжелер бұл машинаны Украин ордусына сатқан. Москва жибарында сеферберлік черчевесінде ордуға алынғанларына боле озғаралар. Украинадаки женке йолланылмастан ерлі казаклар лизгинка ойнай. Оларыны Чар Алексейнің иконасы еле ордуға йоллайлар. Uzaq yolға бош қолнен кетмейлер. Евлеріне қара чувалларда қайтажақлар, қорқылы олмасын деп түкенлардан эпосы ичкілікні сатын ала. Украин арбелері қайдеткенне көре сеферберлік черчевесінде ордуға алынғанлар жебеде пейда олған. Оларыны ичбір азырлықсыз ұрышқа ташлағанлар, тек базы инсанларыны азырлық лагеріне йоллайлар. Керчектен есе бұ тарлалар. Мисал оларақ Норильсктен ордыға чағырылғанларыны орманға ташлағанлар. Олар ашсыз ве дамсыз бір апта девамында орманда яшағанлар. Кто будет еще призываться с Норильска, берите с собой теплые вещи. Спальник хоть рожайте, коврик вот такой рожайте, вообще
Возьмите с собой газовую горелку и газа в баллонах. Никто вас проверять в аэропорту не будет. Всем там по. Хоть, блядь, с собой автомат возьмете, там не надо, наверное. Рус арбейне ичкілік олмаса бойле шарайтлерде булунмаға қиындыр. Сказали, живите как хотите, жгите костры и спите прямо на улице, нахуй. Вот. С мужиками решили выпить, само собой, потому что надо согреться. Белгород вилаетінде арбилер шамата көтерді. 500 инсанны ичбір арби бөлікке язмағанлар. Олар қайдеткенне көре олар бір афта девамында инсаниетсіз шарайтлерде яшаған. Берілген сила ичбір весиқада қайдетілмеген. Урбаларыны өзлері сатын алған. Ол мемекечун ашларыны да өз парасын алмаға мечбур олғанлар. Отношение скотское от офицеров. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом 0. Мы жрем то, что сами себе покупаем, Мы потратили охеренное количество бабок. чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Были найдены в части. Они были найдены на улице в части. Да жебеге барып етместен уч арби вефат еткен. Сақ қалғанларыны есе жебеде беклейлер. Тәжірибелі рус арбилері яңа келгенлерге оларны не беклегенні тариф ете. Ждем, приезжайте. Мы ждем, как бы у нас с 19 числа, с 23 человек, у меня 7 человек осталось. Ждем, люди нужны.